Ас үйде уақытты қалай үнемдеу қажет? Асты мол етіп әзірлеу. Кей келіншектер тамақты неғұрлым аз десең, соғұрлым дәмді болады деп есептейді. Бұл жаңсақ пікір. Тағамды бүкіл отбасыңызға жететіндей етіп мөлшерлеп, одан 2 есе көп жасаңыз. Күтпеген жерден қонақтар келіп қалуы мүмкін. Ешкім келмесе де, түсте дайындаған асыңыздың артылғанын кешке жылтып жейсіз. Екі жағдайда да бірнеше сағат уақытыңыз үнемделеді. 2-3 қазандықты қатар пайдалану. Газ, плита немесе электр пеші болсын, ас үйіңізде тұрған құрылғының бірнеше көзі бар. Оларды бос қоймаңыз. Біреуінде ас піссе, екіншісінде салаттың көкөністері қайнап жатсын. Астыңғы пешке бұл уақытта нан немесе бәліш сап қоюға болады. Жеке-жеке уақыт жұмсамайсыз, бәрі бірге піседі. Тым құрығанда, тамақтың қамымен қазан асқанда қасына шәугімді толтырып су қойыңыз. Етпен қуырылғанша су қайнайды. Әсіресе сұйық тағам жасағанда жақсы. Асты баяу отта пісіру. Өз басым ешқашан алдымен бәрін турап алып, содан кейін пісірмеймін. Менің ас әзірлеуім қазанды отқа қоюдан басталады. Қажетті нәрселерді пісу ұзақтығына қарай шетінен турап, жуып, тазалап, салып тұрамын. Күйіп кетпеу үшін отты жай жағамын. Біріншіден, бұқтырылған тамақ денсаулыққа пайдалы. Екіншіден, тағам әзірлеуге уақытты тура 2 есе аз жұмсайсыз. Ең тез пісетін соңғы ингредиентті салғанша алғашқысы пісіп те қалады. Ең көп пісетін әдетте ет, ал қазақ етсіз тамақ ішпейді. Тамақ жасау барысында пайдаланған ыдыс, аяқ, тақтай, пышақтарды бірден жуып тұру. Көкөністерді бірден полиэтилен қапшыққа аршып, аузын буып, қоқысқа тастай салыңыз. Үстелді сүртіп, нан турап, қасықтарды қойып, дастархан жасай беріңіз. Бұл кеңес әсіресе ас дайын болғанша 1,5 сағат уақытым бар ғой деп, ас үйді жайратып, теледидар тұрған бөлмеге қашатын, немесе телефон шұқылай қалатын қыз келіншектерге арналады. Тамақ мәзірін алдын ала жоспарлау. Пысық келіншектер бүгін не пісіретінін 1 апта бұрын біледі дейді. Ал сіз тым құрығанда бір күннің таңғы, түскі және кешкі асын жоспарлап үйреніңіз. Қажетті тізім қолыңызда немесе ойыңызда болсын. Дүкенге барғанда бар жоғыңызды түгендеп аласыз. Сонда белге алжапқышты байлап, білекті түріп, кірісіп жатқан кезіңізде бір нәрсе жоқ боп шығып, бәрін тастап дүкенге жүгірмейсіз. Осынау қарапайым қағидалар арқылы ас үйде біраз уақыт үнемдеп, ол уақытты өзіңізге ұнайтын басқа іске арнауға әбден болады. Ал ең басты құпия, бала-шағаңыз, жарыңыз бен келген қонағыңызға бар ынта-шынтаңызбен дастархан жая біліңіз. Көңіліңіз берген шай кермек татып тұрады, көңілмен піскен ас көңілді толтырады. Кәдеңізге жарасын.